болу, мұғалімді болу, үй тапсырмасын орындау, ауыз сөз айтпау, жауапкершілік таныту, қосымшаларға көп қатысу, ақылды болу, жақсы оқу, жасауышылық. Маған кітап Жан Кристоф мені оның ішіне маған кейіпкер баласы әкелеріміз айтқан әңгіме есі баласынан ақыл береді. Хайнекали бұл екі хайнекали қаншалық жерден келе тұрса да қай жерде де лашықтар тұрса да бір-бірін 5-2 жыл болса да бір-бірін ұмытқан жоқ. Бұл адалдықтың белгісі деп ойлаймын. Негізгі идея несімен? Оның ішінде жануарларға, құстарға, адамдарға көмектеседі. Кейіпкерлерден доктор. Олар кітаптардың ішінде ең қатты өзіне жақын болғаны осы тұрғанбыз. Сол жерде екі қария деген шығарма ұнады. Сол жерде Елисей деген кейіпкер өте жақын болды. Өйткені ол кейіпкерде адамгершілік қасиет және жанашырлық қасиет болды. Және оның қабілеттері басқаларға өте ыңғайлы. Валид оған қаншама адамдар келіп кішкентай қыздардан кішірек оқыдым. Доктор Айбалит ол жерде доктор Айбалит ол жануарларға көмектесіп жаңбыр Және де Аманенова Әсел, ол жерде бірінші орын, ой керемет. Қысқамыз 5 жылдығына өткізілген облыстық жарыста 3-ші орын иеленген Абдрахман Ержан. Ол эстафетаны қойылса. Махан Арнун. Ермахан Рамазан. Yes.